Қазақ поэзиясының заңғар тұлғасы, сыршыл лирик Мұқағали Мақатаевтың туғанына 95 жыл толып отыр. Осы орайда Ақиқ ақынның өшпес мұрасына, шығармашылығына және де ұлттық рухты күшейтетін өлеңдеріне жеке тоқталуды жөн көрдік. Арнайы подкастымыздың бүгінгі қонағы Самал Шармазанқызы. Самал ханым, қош келдіңіз. Самал ханым, Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы ойыңызбен бөлісе отырсаңыз. Менің ойымша, Мұқағали Мақатаев ол жай ақын емес. Мұқағали Мақатаев қазақтың жанын өлеңмен сөйлете білген ақын деп білем. Себебі әрбір өлеңінде бір өмір жатыр. Жалпы өлеңдерінің барлығы философияға тұнып тұр деп ойлаймын. Өзі қоғамда мойындамаушылыққа да жаңағы басы соғылды. Сол бір жоқшылықтың да заманын көрді. Қиын кезеңдерді басынан кешіргендіктен бұл Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінде қазақтың бір ғұмыры бар деп ойлаймын. Сондықтан жастарға да алатын көп нәрсе бар өлеңінде. Өмірге деген өмірді қалай сүру керектігінде тіпті осы Мұқағали Мақатаевтың өлеңіне қарап үйренуге болатын шығар деп ойлаймын. Енді бізде көп ақындардың шығармашылығы уақытында өз дәуірінде бағаланбай жатады ғой. Енді ол дәуірі қазір 21-ші ғасыр жаршысы деп айтып жатамыз. Оған не дейсіз? Иә, өз сөзінде айтып кеткендей, қазіргі жастардың құрдасы ғой Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері. Қандай бір сезімді бастан кешірсең де, сол сезімді өзінің қарапайым тілімен өлеңдерінде бейнелеп кетті. Мұқағали Мақатаевты бақытты ақын деп айтуға бола ма, әлде оның өмірі тағдыры ауырсыннан өткен деп ақын деп айтамыз ба? Енді Мұқағали Мақатаевтың өмірі ауырсыннан өткен, кейбір жаңағы мойындамаушылықта болды өз заманында. Солай деп те айтса болады, бірақ бақытты ақын ба деген сұраққа бір жақты жауап беру қиын әрине. Шығармашыл адам, яғни оның ішінде ақындардың бақытты болуы ол өзінің шығармасының, өлеңдерінің халықтың мойындауында деп білем. Егер халық оның өлеңін мойындап, жүрегімен түсініп, ұққан болатын болса, міне сол жерде ақын бәлкім бақытты болған шығар. Ақынның мінезі мен болмысы өлеңдерінен қалай көрінеді? Ақынның мінезін, оның бір кітабын, бір өлеңін оқудан ақ білуге, байқауға болады. Ол бір өлеңінде аңғал бала сияқты, бір өлеңінде өтетік, бір өлеңінде байсалды, бір өлеңінде нағыз ақын, құбылмалы. Жалпы шығармашыл адамның, өнер адамның болмысын, мінезінің қырларын оның шығармасынан байқаймыз ғой. Мысалы, суретшінің суретіне қараймыз, қандай жанрға көп барды дейміз, мүсіншінің мүсініне қараймыз, көңіл күйін байқарымыз мүмкін мүсінінен, ал ақынды әрине өлеңінен танимыз. Мұқағалидың өлеңінде оның біз шынайы адам болған, реалист ақын болғанын білеміз. Шындыққа әрқашан шындық деп өмір сүрген ақын екенін өлеңдерінен қарап білеміз. Себебі әрбір өлеңінде өмірдің бір философиялық ойы жатыр. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері терең сезім мен шынайы ойға толы. Жалпы ақын поэзиясына қандай тақырыптар көбірек қозғалады? Ақын поэзиясында жалпы Мұқағалидың өлеңдері бір философияға тұнып тұрған өлең деп білемін. Жалпы барлық бір кітабы бір өмір. Ол тақырыптар сезімнен басталады, азаматтық лирикаға, нәзік лирикаға толы өлеңдер. Ана, туған жер тақырыбы, сағыныш, өкініш, қайғы, мұң. Осының барлығы адамның мінезіндегі барлық қырларды осы Мұқағали өлеңдерінде жазып кеткен. Самал ханым, Мұқағали Мақатаевтың жалпы көп қозғалатын тақырыптарын атап өттіңіз, бірақ өзіңізге жақын және де Мұқағалиды бір кішкене болсын сипаттап беретін бір өлеңін оқып берсеңіз. Мұқағали Мақатаевты
Жалпы мен өзім бала кезімнен оқимын. Бала кезден оқығанда мен бір өлеңдермен өзіме жұбаныш іздейтінмін. Біреуді сағынсам, сағыныш туралы өлең іздеймін. Анамды ойласам, ана туралы өлең іздеймін. Сол сияқты ең менің бір жаныма жақын болып өзіме бір із қалдырған бір өлеңі бар. Сол өлеңін рұқсат болса оқып берейін. Сен жүрген жол сол қалпы жатыр әлі. Жатыр әлі шаңытып топырағы. Орнында үйің, бірақта бөтен әже, бөтен бір немерені шақырады. Сен шыққан тау сол қалпы жатыр әлі. Тек жар тастар жай түсіп шатынады. Сен отырған бұлақтың жағасына, сенен басқа біреу кеп отырады. Ақынның поэзиясы жас ұрпаққа не үйретеді? Жалпы Мұқағали Мақатаев өз сөзінде айтып кетеді, мен 21 ғасыр жастарының құрдасы болам деп. Сол сияқты қазіргі заман жастары өлеңнен үйренері өте көп. Жаңа айтып өткендей реалист ақын болды ғой. Барлық шынайылығы, болмысы, барлығы өлеңде бейнеленген. Жастарға не береді? Жастарға сенімділік береді. Өз сезімін жасырмауға, эмоцияны сыртқа шығаруға, өз-өзінен қашпауға, өз-өзін табуға жалпы Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері көмектеседі деп білемін. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері шынайылығымен, терең сезімділігімен ерекшеленеді. Мысалы, біздің қазір жастар Мұқағали Мақатаев десе, махаббат туралы айта кетеді. Ең алдымен оларға ғашықпын деген өлеңі естеріне түсіп жатады жастарымыздың арасында. Ал сіз Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін оқығанда ең алдымен не сезінесіз? Жаңа мен өз сөзімде айтып өткендей, мен Мұқағали Мақатаевты жалпы шығармашыл адам болғаннан кейін мен осы өлеңдермен жұбанатынмын. Ақынның жаны қиын ғой, құбылмалы. Біз қуанышты да, қайғыны да бір басқаша қарапайым адам мен ақынды салыстырғанда да өзі сөзінен, сезімдері де басқаша болатын сияқты болып көрінеді маған. Жалпы мен Мұқағалидың өлеңдерін оқи отырып өзімнің жаныма рух алатын жерде рухтанам, күш алатын жерінде күш алам өзіме. Қайғырып бара жатсам, мүмкін бірге сол өлеңмен бірге қайғырам соңына дейін. Сондықтан Мұқағалидың өлеңдерінен әрбір сезімге, әрбір сұраққа жауап алуға болады. Самал ханым, бүгінгі біз подкастымызда Мұқағали Мақатаевтың поэзия әлеміне сапар шегіп отырмыз. Осы орайда енді сіз өміріңіздің қазір қаламыздың жас ақыны ретінде Мұқағали Мақатаевтың дәуіріндегі қайта кездесу бір мүмкіндігі берілсе, сіз оған не айтар едіңіз? Бұл сұраққа реалистік көзқараспен жауап беру керек шығар. Жалпы осындай сұрақтар көбейіп кетті ғой негізі. Сіз кездестірсеңіз не айтар едіңіз деген. Жалпы өлеңі өзін аман алып қалды ма екен? Сол сұрақты қояр ма едім мүмкін. Осындай бір өмірдің қиын, қатпарлы кезеңдерінен өткен адам ғой. Қоғамда оны мойындамайтын жандар болды. Өзін мойындатуға мүмкін тырыспаған да шығар. Бірақ осы жазған өлеңдері барлығы осыншама өмірдің қиын кезеңдерінен, ауыр қайғы мұңнан, сезімдерден өзін аман алып қала алды ма екен, өлеңнің соған көмегі болды ма екен? Бізге оның көмегі тиді. Бізге мына 21 ғасыр жастарына Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінің көп көмегі тиді деп ойлаймын. Мен өзім ол өлеңдермен өстім, қанаттандым, жігерлендім. Тіпті мынау ақындық өмірге де осы өлеңдермен қадам басқан болармын. Өлеңге қарап өлең туады дейді ғой. Сол менің мүмкін қоятын сұрағым, сол осы өлеңдері ақын ретінде басына кездесетін бір қиыншылықтардан өз-өзін аман алып қала алды ма екен деген сұрақты қояр ма едім бәлкім. Енді Мұқағали Мақатаев туралы сөз қозғай отырып, өз өлеңімді оқымау
бәлкім дұрыс емес деп ойлаймын мен. Сондықтан сіздің сұрауыңыз бойынша осы бір балалық шақ туралы ма, бәлкім балалар тыңдайды ғой көбіне, подкастты көретін шығар. Сондықтан өзімнің бір өлеңімді оқып кетсем. Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығы туралы, өнер туралы сұрақтарымызды қоя отыра сіздің осындай өз өлеңіңізді оқуыңызды күтіп отыр едік. Қазір сұрауымыз, оқып беріңіз. Жақсы. Бұйырған қашпады, берілді жеткен шың. Есейдік, ес жидық, өткенге бөтенсің. Бір демге балалық беліне, ей дүние шақыру билетін бермес екенсің. Шынайы күлкіні езуге тартып ап, шағала кейпінде шоға жыр шар құра. Балауса көктемім қалған бел бұлғайды бейкүнә орамал, байлап ап хал сұрап. Қызылды жасылды қырдағы қызғалдақ, құшаққа қысылып қыз ғұмыр қызған бақ. Көбелек қуып кеп, кім өсті қан елеп есіктің жақтауын таспенен сызған шақ. Қанеки тербетші, түу апа қаттырақ, әткеншек жібіне жармасқан шақ ұзақ. Балғын қыз бұзауға шелегін ілесап, бұлаққа барады жарса шапқылап. Сол төрде тұратын ілініп қос ауыз, гүрс еткен дыбысты тырп етпей тосамыз. Ит құсты ұлыған үркітіп түндерде, әкемнің мылтығы салмаған осалыз. Ағам да жас емес, кез алыс, жай жұтқан. Жегізіп жодырып күрескен сай жұттан. Білектің күшінде жылдары жайпапты. Дәурені алыста ағамның тай жыққан. Құшайын қырымды, жырымды, гүлімді. Құдай-ау отызды маңдайға күмілді. Тоқташы қу уақыт, шашымды тарайын, барайын әпкеме, өрсін қос бұрымды. Әпкемнің алдында өзінің қызы бар. Қызы да шашбаулы, көрген жан қызығар. Балауса кезіме жібермей етекті тартады бір бөбек, өзімдей жүзі бар. Оянған кез қайда домбыра үнімен, әкемнің әнімен, анамның нұрымен. Қырдағы сан гүлді құшаққа жиған қыз, қол бұлғап, қалдың ба шынымен. Көп рахмет Самалхан. Пиалға беріп ауыл өміріне бір кетіп қалдық. Қаламыңыз мұқалмасын. Сізбен бірге Мұқағалидың өмірі туралы, шығармашылығы туралы біздің оқырмандар үшін де, біз үшін де бір үлкен шынайы рухани саяхат болды. Уақытыңызды бөліп, арнайы подкастымызға келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Алда әлі талай іс-шараларда жолығамыз деп сенеміз. Рахмет. Құрметті тыңдармандар, келесі руханиятқа бай кездесулерде жолыққанша.